Бұл ең үздік Кока-Коla ма? Татып көр. Сәлем, бұл мен Мағрипа. Егер де сендер мені бұрыннан танитын болсаңдар, онда білесіңдер. Соңғы уақытта менің өмірімде көптеген қызықты жағдайлар мен келеңсіз оқиғалар орын алды. Солардың барлығынан сабақ алдым. Енді өмірімнің жаңа парақтарын ашу сәті де келіп жетті. Айтпақшы біз қыздармен жаңа пәтерге көштік. Хозяинымыз сондай мейірімді, ақ көңіл кісі екен. 250 мың қыздар. 250 мың? Иә? Ағай, жындысыз ба? Қақтан табамыз соң? Немене бәле сонша қымбат? Не істейсіз ол ақшаны бәрін көрге алып кетесіз ба? Мен бала шағамды тасырауым керек. Бәрі баға сондай қазір. Тұрсаңдар тұрыңдар, тұрмасаңдар қойыңдаршы басымды ұрып деді. Ағай, біз қазір ғана жетімдер үйінен шығып келе жатырмыз. 18-ге толдыңдар, болды. Өздерің барыңдар, өз күндерінде өздерің көріңдер де біз шығар жер. Кезінде ата-анамызды тастап кеттік. Қазір енді сіз тастап кетсеңіз, не істейміз біз енді? Қайда барамыз? Қазақтың қарадауға қыздар баратын жерлері жоқ. Жыламаңдар. 100 мыңға тұрыңдар, 100 мыңға. Келесі айдан бастап 200 мың бола ма? Рахмет ағай. Жетімдерге жан жасайтын жан екенсіз. Нағыз президент болатын адам екенсіз ағай. Жүріңдер қыздар. Таза сөздер ойды. Рахмет ағай. Қайран қазағым ай. Өз жерімізде тұрып, квартира жалдап тұрады. Жаңа пәтерге ауыстық. Қыздармен тату тәтті бір анадан туылған сәбилердей тұрып жатырмыз. Қыздар, менің көк лифчигімді кім киіп алған? Кума, Шанель, біреудің лифчигін қайтып келсін. Сіз соны айтам. Мағрипа, көзіме қараш, көзіме. Басың істей ма сенің? Қалай сен біреудің затын рұқсатсыз аласың? Тем более ол гигиенический зат қой. Мәме, лифчикті гигиенический зат деп ойлаған жоқпын. Щетка ғана гигиенический зат деп ойлап жүрмін ғой. Той ма? Еще сасытып жібергенсің ғой. Ешқандай да сасымаған, өзіңнің лифчигің сасық, менің қайтаға нәзік, тәтті денеме тиіп тағаны, бүкіл тәттілігін алып кетіп, өзінің сасықтығын денеме сіңіріп қалдырып кетті. Вообще неге тағып алғансың? Тақтайсың ғой жаным ау, тақтай. Қыздар, осыдан көресіңдер ғой ше. Мә, прикинь, біздің Мағрипаны түсімде көрдім ғой. Да, не істеп жүр? Күн деген жанып кетті. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Салқын сусындар бар ма? Иә, ана жерде. Мына колалардың бәрін ішсең, күзге дейін шөлдемейтін сияқтысың ғой ше. Қанша болды? 1950. Аха. Мағрипа, мен көңіл күйім қалай? Менде барлығы жақсы. Мен сені кез келген қауіптен құтқарам. Уайымдамай жұмысыңды істеп жүре бер. Бұйыртса жүздесеміз. Кім болды екен мынау, е? Мынау Аян өтеп берген почеркісі ғой, білем ғой мен. Том, аха, неге ренжіп жүресің?
Не болып қалды? Махаббаттың атасы қайтыс болды ма? Авария ма? Өмір ғой енді. Темірден болса көлігің, темірден болады өлігің деген. Өмір ғой жаным, жыламаш. Анем не істеп отырсың? Тезірек махаббаттың заттарын дайында, ауылына барайық, бауырсақ пісіріп көмектесейік. Марипа, қомаш, біреу қайтыс болды дедік па саған? Не болды енді? Ой, просто бағана отқанбыз ғой. Сосын ұрсып қалдық. Мен байқаусызда семізсің деп отқаным ғой. Соған ренжіп отыр енді. Жаным, Маха, жаным, кеш. Сен ешқандай да семіз емессің ғой. Сен просто тамақ жейтін ақшаң көп. Жоқ, шынымен, сен ешқандай да семіз емессің. Мен семізбін. Сен кәдімгі ши дейсің ғой, арықсың. Қатты жел тұрса ұшып кетесің, пакет құсап столдың басында салбырап тұрасың бүйтіп. Сонымен ойнап айттың ғой, Маха. Міне Анел семіз біздің. Күніге тамақ жейді, аузына келген тамақтың бәрін тығып, бір апта бұрын алған жесе симайды уже бұған. Жаным, сен арықсың, уайымдамашы. Шынымен ба? Иә да. Мама, Мен барып бет оғын жүк келемін. иә, жуынып қырнап тап-таза болып кел бар. Иә. Жындысың ба? Жүрегің нәзік қой, білесің ғой, неге өйтіп айтасың? Марипа, мен шынымен семіріп кеткен ба? Сендер жынды болған шығарсыңдар, сорлы екенсіңдер ғой таза. Екеуің де арықсыңдар, мен семізбін, болды ма? Адам күшті настроениемен келсе, быт қылдыңдар ғой. Не болды? Есіктің алдында біреу маған хат тастап кеткен ғой. Саған. Иә. Мама, не деген романтик. Күшті ғой. Как раз бүгін Маха екеуміздің жігітіміз қонаққа келеді. Сен осы жігітті шақырып, бәріміз бірге семья болып тамақ жеп отырайық та? Мен бұл жігіттің кім екенін білмеймін ғой. Иә, сен білмейсің ғой. Мен жігітім Жандос бар ғой, следователь ғой. Ол любой адамның почеркіне қарайды да, кім екенді житатысынан тауып береді ғой. Давай соған айтайық, кешке курсын тауып берсін саған. Көрсетекші, иә? Сөйтекші. Қызық болып тұр, кім екен, маған тастап кеткен. Соны айтамын, кім екен саған тастап кеткен. Берші, сақтап қой. Да? Жүрегімнің түбінде сақтап алған. Ертең тиктокқа салып қоямын ба? Хатты көрсетіп ше. Марипа, қатырасың, иә? Не, ішесің ба? Кола ішесің ба? Кола ішем, иә. Все, онда. Қыздар, айттық қой, сәл салқындасын, бір кешеміз дедім ғой. Мынау күшті екен дәм. Таусылып қалмай тұрып тағы кеп қойыңызшы. Ыстық тамақтың алыңдар. Жігіттер, бүгін сендерді келетте таңертеңнен бері неше түрлі тамақ, салат жасаймыз деп ше, көтіміз жер искемеді ғой. Мына бір қонақ келсе ашам ғой деп дайындап тұқып қойған дүнием бар еді. Соны алып келейін, сендер тамақ жеп ұра беріңдер, е? Болды, алып келе бер, уайымдамай. Айтып жүрген мағрипаларың осы ма? Иә, осы. Мен еркекке ұқсаймын, бірдеме ғой. Ой, айтпаш. Жамаған салақ қой. Бүгін тамақты өзім істеймін деп қоймай қойды. Әрең көндірдім ғой. Ол тамақ істесе білесің ғой, тамақтың ішінде тырнақ, кірпік барлығы микс болып араласып піседі. Шығарып жүрсеңдерші квартираларынан. Болды. Не алдыңдар? Әп өдемі қазақтың қызы ғой, кәдім. Ауылдың қарапайым қара домалақ қызы. Нормально сияқты. Ойбай, немене Мағрипаны жақтап қалдың? Мен жақтап отқан жоқ. Мен просто өз ойымда ештеңе жоқ. Жаным, Асқар, сен сияқты жігіттер көп болса екен. Неғып көңілсіз жатсыңдар? Көптен бері анай тығып бір қонақ келсе ішем ғой деп жүрген ғой. Ровно келді ғой бүгін күнге. Ой, бір сойған отырыс бойында тұрған ғой, ә? Жақсы отырыс демекші, ертең балық қалып барайын сендер. Как раз уха істеп берем.
Давайте барайық, қыздар, біраз болды ғой шықпағалы. Иә, бар кетек. Давайте шампанскийден алып қойық онда, иә? Ал бокалдарыңды беріңдер, жаңа басын ашып құйып жіберейін, иә? Қазір кішкене ашып алайын. Жаным, Асқар, бәрі жақсы ма? Скорый шақырайын ба? Асқар, ренжімеш. Мен әдейі істеген жоқпын, просто байқамай қалдым. Кетші барар, Мағрипа. Жүрген жерің осындай адамға зияның тимесе жүре алмайсың. Көзін шығарсаң не істер едің? Тупица, блин. Ту енді әдейі істеген жоқпын ғой. Бір көзбен де адамдар өмір сүріп жатыр ғой. Главный өліп қалған жоқ қой. Уайымдамай тұр. Бәрі тұрсы. Ең бастысы тірімін ғой. Бармын ғой, қастарыңдамын. Просто көзімнен жұлдыздар ұшып жатыр да. Тұрып шампанскийді ішіп алыңыз, сіздікін ғана қалдырып қойдық, бәріміз ішіп алдық уже. Келіңіз, давай қазір. Ал, құрметті менің жақындарым, бүгін менің дүниеге екінші рет келген күнім десем артық айтқаным емес. Мен негізі құр тост айтқанын ұнатпаймын. Мен бір арасында өлең шығаратыным бар еді. Соны оқып берсем қалай? Бола ма? Болады. Рахмет. Көркем кеш Алматының қаласында, нелер сұлу, өмірдің бәрі осында. Кездейсоқ ойда жоқта жиналып қапты 5 дос, сыпырғанда халықтың арасында деген. Ой. Жаңа шығардым. Рахмет. Айтпақшы, Жандос, азында Мағрипа біреу хат жазып жүр екен да, бірақ білмейміз кім екен, сен таба аласың ғой? Иә, беріс көрсетейін. Мағрипа деймін. Бағана хат қайда? Қандай хат? Қара хат, топас, бағана азында жазып жібергенше саған. Берсе, Жандос тауып береді. Мен ол адамды тапқан сияқтымын. Да? Кім екен? Иә. Сендерге сосын асықпай өзім айтып берем. Рұқсат болса, мен барып ұйықтап демала берсем, басым ауырып тұр да, кішкене жатып демалып алсам. Да, отыра беріңіздер. Не болды, нағым? Білмеймін. Тамақ жейіндер. Сен жаңа тупица деп айттың ғой, соған ренжіп қалды ғой. Ой. Асқар, екі егіз сезім екеумізде тұтанарын кім білген? Бұл қаладан қашып кетейікші. Қозы менен баяндай болып. Бұл сенің исің. Я, мен білем, бұл сенің исің. Жаңбырдың астында қалып кеткен қойдың исі ғой. Мағрипа деймін. Ей, Маға, мен Рамояны шақырған жоқпын, ол өзі келді. не? Не? Рамояс несі? Рамоя дедім ба мен? Ой, топас, тұр бол тез, балыққа барамыз. Бәрі күтіп тұр сен. Тез бол. Қазір. Маға? Негізі менің түпкі аталарымның бәрі ағылшын отбасынан шыққан адамдар ғой. Түсінде аталарым аян берді ғой маған. Мағрипа не болған? Білмеймін ғой, кешелі бері есі ауысып қалды ғой әйтеуір. Походу, кешегі хаттан кейін бақыттан бас айналып жүр ғой. Мағрипа, кесеші салат жасаймыз. Қазір мен суға шомылып алайын, сосын барам, я. Брат, баняға барайық та. Қыздар шақырап дегенде. Анель мен махаббатпен ба? Жоғай қайдағы? Андай қыздар ше? Ондай қыздармен барып көрген жоқпын мен. Кеш, барып көрмедің ба? Жүрсе онда ертең апарайын десен. Жігіттер, Мағрипа батып жатыр. Мағрипа! 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 Асқар!
Мағрипа, бұл өзіңді қалай сезініп тұрсың, айтшы? Асқар, сен ғой, мен сені таптым ғой, сен ғой хаттар тастап кетіп жүрген маған. Мен де сені жақсы көрем, Асқар. Қандай хат? Мен хат тастап жүрген жоқпын саған. Күнде есіктің сыртына хат тастап кетіп жүрген сен емес па? Жоқ, мен саған жыныма хат жазып мен махаббат жақсы көрем ғой. Қуасың ба, Мағрипа? Сонда ол сен емес па? Жоқ, мен емес. Жеңізеңі. Кешіріңдерші. Мағрипаның есі дұрыс па? Өзіне көп алып кеткен ес? Асқар? Жаным, менің Ромео, қайда жүр екенсің? Бірақ түптің түбінде мен сені табамын.